Құрметті менің YouTube көрермендерім, қалдеріңіз қалай? Маған подписка жасамаған болсаңыздар, міндетті түрде жасап қойыңыздар. Мен сіздерге көптеген өз білгеніммен бөлісетін боламын. Яғни бүгін мен сіздермен бөліскім келіп отырғаны мына жұлдызша майя, жұлдызша мазия, яғни звездочка, оны барлығыңыз да білесіздер, көпшілігіңіз де білесіздер. Енді оны менің әжем балада жүкіріп жатыр, міне шындық барлығы да. Енді менің нағашы әжем осыны көп қолданды, өте керемет көмектеседі деп айтатын кәдімгідей. Енді бас ауырғанда, мына бұлшық етке кереметін, даже мына құрт құмырсқа жануарлардың өзі осы звездочкадан қорқады екен, білесіздер ме? Яғни ендеше мен сіздерге бұның қандай қасиеттері барларын, қалай пайдалану керек екенін жай ғана мен өз білгеніммен, әжемнен көргенін сіздерге түсіндіріп өтейін, көрсетіп өтейін. Яғни әжем үнемі басы ауырғанда үнемі осы жерге жағады, жұқартып, сіздер көп алмайсыздар, жай ғана жұқартып алып, бүйтіп мына жерге жағасыздар, жайлап сипап массаж жасайсыздар. Басыңыз ауырғанда көп дәрінің іше берудің қажеті жоқ. Жай ғана бас ауырғанда осылай майды жағып, бүйтіп сипалап, массаж түрінде жайлап жағып қойсаңыздар, міндетті түрде басыңыз жазылатын болады. Және бас не үшін ауырады? Басқа қан бармайды, қан айналмағандықтан, қан дұрыс бармағандықтан басыңыз ауыратын болады. Яғни желке тартуы, мына желкеңіз қатты ауырса да, осы жұлдызша звездочка майын міндетті түрде жұқартып желкеңізге жағыңыз. Бұның барлығы мына жерде нервтан болады. Нервіңізді жібітеді. Бұл жер ауырғасын, басыңыз ауырады. Себебі бұл жер қатып қалып жатады, өздеріңіз байқайсыздар. Сол себептен басқа қан айналымы өте аз барады. Сол себептен басыңыз ауырады. Өте күшті көмектеседі басқа. Енді содан кейін жұмсақ өкше болады. Өкшеңіз өте қатты жұмсаратын болады. Өкшеңіз қатып тұрса, яғни мына башайларыңыздың жан жағы майзолданып бүйтіп қатып тұрса, міндетті түрде осыны түнде жатарда жағып, сыртынан салафан киіп, сыртынан нәскеңізді киіп ұйықтап қалсаңыз болады. Міндетті түрде керемет өкшелі кәдімгідей результатын көресіздер. Жұмсарып, жұмсақ болып, барлығы кететін болады. Тек жаңағыдай пайдалану жолын білсеңіз болғаны. Пайдалану жолын білу үшін, жаңа айттым ғой, пакетті киіп аласыздар да, үнемі жасап отырасыздар. Көп жасамаңыздар, әрине, жұмасына 1-2 реттен жасап тұрыңыздар. Енді бұны ауа тазартқышқа да салуға болады. Например, ауа тазартқыш болады ғой үйде. Соның ішіне кішкене ғана бүйтіп тек кішкене ғана аласыздар. Суға араластырып жіберсеңіздер, тоқтатып қойып, ауа тазартқышты, бұлмен ауа да тазарады, ауа кең болады, өкпе ашылып, бір керемет бір сезімде боласыздар, және де ауырып жүрген адамдарда тез жазылатын болады. Ауа тазартқышқа міндетті түрде кішкене салып тұрыңыздар. Енді жануарлардың бұл иісін тез кетіреді. Егер де сіздің мысығыңыз үй жануарында, хайуанатта үйде мысығыңыз жиһазды бүлдіріп тастайтын болса, міндетті түрде сол жерге кілемге болса да, кіші дәретке отырып бүлдіріп тастайтын болса, мысығыңыз міндетті түрде сол жерге жағып қойыңыз. Келесіде бұл жерге мысық жақындамайтын болады. Енді жиһазыңыз бүлінсе де солай жағып қойыңыздар. Енді мысық сол жерге ешқашан жақын, мысық звездочкадан қорқады, қатты қорқады. Енді көгерген жерлеріңіз болса, синяк дейді ғой, қатты көгерген жерлеріңіз болса, міндетті түрде тез кеткенін қаласаңыздар, осы звездочка майын жұқартып жағып қойыңыздар, тез кететін болады. Енді жәндіктер дейді, жәндіктерге де сізді шағып алмас үшін сіздер крем жағасыздар ғой, сол креммен араластырып, осы звездочканы да креммен араластырып жақсаңыздар, сізді ешқандай жәндік шақпайтын болады. Және детский кремнің өзіне
осы кремді жай ғана араластырып үстіңізге жақсаңыздар, сізге маса да ешқандай жәндіктер сізді шақпайтын болады. Дендеріңіз сау болсын, көрермендер, ауырмаңыздар, білгендеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Менің YouTube каналымда осы астына комментарийға тағы да звездочка жайлы қандай ауруларға ем екенін білсеңіздер, маған комментарийға жаза отырыңыздар. Ол әрине бұл халыққа да көмегі тиеді, және маған да жақсы болар еді, мен де біліп жүрер едім. Менің әжемнен қалған бұл әдіс деп те айтқым келеді. Әжем үлкен кісілер біледі бұның қандай. Сол себептен мен сіздермен бөлісіп отырған жайым бар. Рахмет сіздерге, подписка жасауды ұмытпаңыздар.